Қайырлы күн, құрметті 6-шы сынып оқушылары. Сіздермен бірге қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Айнар Маратқызы. Бүгінгі тақырыбымыз отбасы күнін тойладық. Бүгінгі сабақта сіздің білетініңіз тірек сөздер, жетекші сұрақтар мен мәтін тақырыбы арқылы негізгі ойды анықтайсыз. Сіздің үйренетініңіз деректі және дерексіз зат есімдерді ажыратасыз. Енді жалпы отбасы деген ұғымға тоқталып кетсек, ол отбасы шағын қоғам. Отбасы сыйластық, жарастық орнаған орта, кішкентай отан. Отбасы бақыт мекені. Енді бүгінгі сабақтағы жаңа сөздермен танысып өтсек, туыс бұл аталас адамдар немесе олардың ұрпағы, родственник. Ағайын туыстық жақындықты білдіретін ұғым, родня. Береке, бақ, құт, ырыс, молшылық, изобилие. Шағын, аз, санаулы, шамалы, кішігірім, небольшой. Отбасылық, жанұялық, үй-ішілік, семейлік. Енді көп нүктенің орнына жаңа сөздерді қойып, сөйлем құрастырып көрейік. Қажетті сөздер отбасылық, шағын, берекесі және ағайынды сөздер. Азамат пен жан дос, отбасы мемлекет, отбасы бақыттың кілті, жаңа жыл мереке. Енді оқушылар жауаптарыңызды беріп көрсеңіздер, менің ұсынған жауап үлгіммен таныс болыңыздар. Айдос пен жандос, ағайынды, отбасы шағын мемлекет, отбасы берекесі, бақыттың кілті, жаңа жыл отбасылық мереке. Енді жалпы отбасы күні қашан тойланатынын шағын мәтін арқылы танысып өтейік. Халықаралық отбасы күні. Отбасы күні деген кезде ойымызға бірінші кезекте жаңа жыл сияқты мейрамдар келеді. Шынында да көптеген елдерде бұл мерекелер дәстүрлі түрде отбасылық болып табылады. Мысалы, Қытайда жаңа жылды тойлау кезінде барлық отбасылар үйде бірге отырады. 15 мамыр халықаралық отбасы күні. Бұл мерекені Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы 1993 жылы бекіткен. Содан бері 1994 жылдан бастап бүкіл әлем халқы жыл сайын осы күні отбасы мәселелеріне арналған түрлі іс-шаралар өткізеді. Енді елімізде отбасы күнін қашан тойлайды екен, сонымен таныс болайық. Тағы да бір мәтін. Біз жылда отбасы күнін шағын мейрам ретінде атап өтеміз. Отбасы күні қыркүйек айының 2-ші жексенбісінде тойланады. Бұл күні отбасы мүшелері ағайын туыс үйге жиналады. Біз бір-бірімізге сыйлықтар сыйлап, айтулы мерекені отбасымызбен тойлаймыз. Анам мерекелік дастархан жаяды. Мен фотосуретке түсіремін. Отбасылық мереке көңілді өтеді. Атам, отан отбасынан басталады. Отбасын жақсы көретін адам, отанын да жақсы көреді дейді. Әкем отбасының тірегі, анам отбасының берекесі, ағайын туыстарымыз біздің жақын адамдарымыз. Оқушылар, сабағымыздың грамматикалық тақырыбына көшсек, бүгінгі тақырыбымыз зат есім, оның ішінде қарастыратынымыз деректі және дерексіз зат есімдер. Жалпы зат есімдер тұлғасына қарай по способу образования екіге бөлінеді. Негізгі непроизводные, туынды производные, құрамына қарай по составу дарак простые, күрделі сложные, мағынасына қарай по значению жалпы нарицательные, существительные, жалпы собственные. Және деректі конкретные, дерексіз абстрактные, именно существительные, яғни деректі және дерексіз зат есім. Балалар, деректі зат есімдерді біз көзбен көреміз, қолмен ұстаймыз, есін сезе аламыз. Мысалы, ағаш, үй, алма. Мысалы, алманы көреміз, есін сеземіз, үйді де көреміз, ағашты ұстаймыз және көре аламыз. Ал дерексіз зат есімдер дегеніміз ойша танып білетін зат атаулары. Оны біз көрмейміз, ұстай алмаймыз және есінде сезе алмаймыз. Мысалы, ашу, қуану, ойлау. Ал енді оқушылар берілген сөздерді қызыл және көк қорапқа бөлу арқылы
деректі және дерексіз зат есімдерді анықтаймыз. Деректі зат есімдерді қызыл қорапқа, ал дерексіз зат есімдерді көк қорапқа бөлеміз. Ал енді менің ұсынған жауап үлгімен салыстырып көріңдер. Домбыра, гүл, қалам, бауырсақ. Бұлар деректі зат есімдер. Себебі біз оны көреміз, ұстаймыз және есінде сеземіз, дәмінде сезе аламыз. Ал дерексіз зат есімдер ол махаббат, тәрбие, арман, сезім. Оны біз тек қана ойша ғана сезіп біле аламыз. Ал енді оқушылар, сабағымызды қорытындылайтын болсақ, бүгін біз отбасы туралы және отбасы күні қашан тойлайтыны туралы шағын ақпаратпен таныстық, және де деректі және дерексіз зат есімдермен таныстық. Оларды ажырата білдік. Оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.